Күрес қазақ. Алла бұл дүниені бәрін жаратып қойды. Электронды теріс зарядты қылып, протонды оң зарядты қылып жаратып қойды. Айналдырып қойды дүниені, сөйтіп шыр айналдырып қойды. Күрес. Үнсіз көліп отырма. Ақпаған су сасиды, істетпеген ми сасиды. Күрессеңші, сен тек бір күресіп қарекет жасасаң, нәтижесін Алла береді ғой. Сен отырмашы күтіп, жерден мәди шықпайды, көктен Иса түспейді, Алла келіп сенің тірлігіңе қатыспайды. Парламентте отырып пайғамбарлар мына қазақ деген бейшара халыққа обал болып дүнсөз бәріне басыңды шабам десе дүндемейді екен, кесем десе дүндемейді екен деп пайғамбарлар келіп Қазақстанның парламентінде отырмайды. Қазақ өзің күресесің. Күресіп бастасаңдар, мына Алматының көшесіндегі сергекті сындырып бастаңдар. Ең қарапайым. Беттеріне маска тағып алыңдар, киініп алыңдар бүкіл. Ана сергектің бәрін шағыңдар, неше түрлі шағатын аспап бар ғой. Штраф төлемейсіңдер. Бір қазақ, бір сергек сындырыңдар, 10 мың қазақ, 10 мың сергек сындырса, штраф төлемейсіңдер ғой, Алматыда рахат жүрмейсіңдер ма? Анау Алматыдағы, Астанадағы бүкіл ақылы жолға анау ақша төлейтін мынандай аспап сындырыңдар. Ол мемлекеттік емес, ол жекеменшік байлардікі. Ең артында Болат Назарбаев тұр. Сындырыңдар соны. Ішіне су құйыңдар, шағыңдар, қопарыңдар астынан. Ішіне бірдеңе тығыңдар, мынандай бір аспап алып бір, ішіне сұйықтық құйып жібересің бе? Не істейсіңдер, бірдеңе істеңдер. Бүлдіріңдер, өзіңнің жек көретініңді, наразылықтарыңды білдіріңдер. Қашан өстіп өлімтік болып, өлексе болып, басыңды шапса да, қалай мына жерімнен шабасың ба, міне жерімнен шабасың. Міне жерім жақсы ғой деймін, онсыз да қышып тұрады, өш жерімнен шап деп. Отыру деген, ол Құдай жек көреді оны. Қазақтар, Құдай жек көреді. Мына Назарбаев Тоқаевтық режимде 30 жыл сорлы болып, құл болып, қайыршы болып, жетіспей, жақсы өмір сүрмей, осы жүйкеден жүйке, нервіден нерві кетіп, арқетіміз арша, борбайетіміз борша болып өмір сүрген мына 30 жыл түк емес. Мына қарекетсіздігімізден, мына ақиқат үшін күреспегендігімізден Алланың дәргейінде миллион жыл тозақтың отында өртеніп қалудан қорқайық қазақтар. Миллион жыл тозақ, тәубә шүкір деп, мына жақта мына зұлымдықты көріп жатқанда көрмегенсің, ана жақта ана зұлымдықты көріп жатқанда көрмегенсің, бейтіп алып жүрген, ертең Алланың дәргейінде қарғысқа қалып, Алланың жазасына ұшырайсыңдар. Күресіңдер, күрестің үлкені кішісі болмайды. Күресіңдер. Біз күрестік. Басымызды тауға тұрдық, тасқа да тұрдық. Ұстаған жерде қолымыз, тістеген жерде тісіміз қалды. Біз сол күрестің үлгісі, нәтижесін көрсетіп кеттік. Қауып кеттік, түрмесінде көрдік. Күресіңдер. Әркім күресу керек. Бір батыр қазақ шығып 10 мың сергекті қирата алмайды. Бір батыр қазақ шығып Алматы Астананың көшесінде 10 мың анау көлік тұрақтың ақшасын алатын автоматты қирата алмайды. 10 мың қазақ шығу керек, әрқайсысы кем дегенде біреуін білдіру керек. Наразы екеніңді білдір. Шық. Аудандық, облыстық акиматтың алдына ереуілге шық. Алматы, Астана қалалық әкімшіліктің алдына ереуілге шық. Мынау болып жатқан, шешілмей жатқан мәселе үшін ереуілге шық. Кешегі қаңтар қырғында 10 мың қазақ ұсталып түрмеде отыр, ереуілге шық. Атаңның басына тойма, атаңның басына той, ырқы-дырқы, ырбу, жырбу, не той ол, оның бәрі немене ол? Бүгін мәз болғанмен ертең жылайсың ғой. Мына еуропалықтар, америкалықтар, жапондар, кәрістер, тайвандар ұқсап. Мына бір бай, бақытты, баяшатты болып өмір сүрмейсіңдер ме? Ең құрғанда ана диктаторлар билесе де Сауди Арабия, Дубай, Катар, олардың басшылары диктатор, бірақ қалқын отыр ғой. Анау Арабтан басқан үйренбесеңдер де, ана еркектері, ана 4 қатын алып, арабтар битеп, ана атағаз ұсап маймаңдап жүр, артында 4 қатыны буылтық бұқылтық боп, басына қара дорба киіп ап жүр. Соның 4 қатынына болса да қызығып бір, мына дүниеде бір қызық көріп кетпейсіңдер ме? Кешке дейін өзің бұтың жылтың еткен, өзің алба жұлба қайыршы ұсап, таң азаннан тұрып кеш батқанша арқеттің арша, борбайетің борша болып шерге, асың жоқ, үрерге, итің жоқ, сығарға, битің жоқ болып сорлап жүріп, тағы үйге келгенде, анау күні бойы қара жұмыстан шаршаған қатыныңда тақал алам деп қоясың ана. Жылтыңдаған, бұтыңдаған шамаң жоқ. Қарап,
Өйткенше бай, бақытты болып, мына дүниеде кем дегенде, мына дүниеде бір бақытты болып өмір сүріп қалуға тырыспайсыңдар ма қазақтар, а? Қашанғы сорлы болып, Назарбаев 30 жыл алдаса көндік, енді Тоқаев 30 жыл алдау керек па? Назарбаевты құрметтеу керек, Назарбаевтың еңбегін теріске шығармау керек деген Тоқаевтың сөзден кейін-ақ ойлану керек қой қазақтар. Ол Назарбаев неге Тоқаевты құрметтеу керек деп отыр? Сол жүйе өсірген адам. Мен саясатқа көшеден келген жоқпын дейді. Саясатқа көшеден келгендер мықты болады. Мына Америкада бүкіл өндірісті өркендетіп кеткен президенттердің барлығы көшеден келгендер. Мына бүкіл Ресейді масқара қылып, мына бүкіл дүние шошыған, алық деген империяны масқара қылып отырған Зеленский сол саясатқа көшеден келген. Қазақты жоңғардан құтқарған Абылай хан Төле бидің түйесін бағып отырған Сабалақ деген аты болған. Сол біреудің ақ сүйегі болып, әфәлей үфәлей ойбай деп ішсе аузына, тышса көтеніне қарап мәпелеп өсірген ұлы болған жоқ. Шыңғысханның жошының тұқымы болғанмен Төле бидің түйесін бағып жүрген, әбден пысқан жетілген, қару алып майданға шапқан. Міне қазақ ойланатын кез жетті. Бүгін күресіп қалсаң, күресіп қалдың. Ауылдың азаматтар үйымдас, ауыл болып үйымдас. Бірдеңке істеп қалайық мына билікті. Биліктің жүйкесін жұқартатын бірдеңе істеп қалайық. Қирататынды қиратып, істейтін істеп. Істеп көріңдер шалдымен бар. Біреуің істеп көрмейсіңдер ме? Қалай алданып отыра беруге болады? Қалай алданып отыра беруге болады? Жақсы, тыңдап отырсаңыздар, бөлісіп, таратып тастаңыздар. Жақсы, аман сау болыңыздар.